Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен will және going to көмекші етістіктермен айырмашылықтарын үйренетін боламыз. Екеуі де болашақта айтылатын, болашақтағы келетін іс-әрекеттерге қолданылады, алайда айырмашылықтар бар. Ал енді willдің айырмашылығы жасалу жолдарын қарап өтетін болсақ, біріншісі ол болашақтағы әрекет, факт болады. Істейтін нақты іс-әрекеті, мысалы I will be home in the evening, мен кешке үйде боламын дейді, нақты бір факт. Екінші, болашақта қайталанатын іс-әрекетті айтады. In autumn I will go to school every day. Күзде мен күн сайын мектепке барамын дейді. I will go to school every day, күнде қайталанатын іс-әрекет. Келесі, ол бір әрекеттен соң екінші әрекет қатар жүрсе, мысалға tomorrow I will go to the library and borrow some books дейді. Ертең мен кітапханаға барамын да біраз кітап аламын. Бір әрекет, артынан тағы бір әрекет. Осыған will көмекші етістігі қолданылады екен. Болашақта, төртінші, болашақта өзінің бір нәрсені күту, үміті, бір ойы болатын болса, оған will қолданылады екен. Мысалы, I think I will be rich one day дейді. I think I'm going to деп айтылмайды. I think I will be rich one day. Мен ойлаймын, болашақта мен бай боламын деп. 5. Дайындықсыз, спонтанно айтылған шешім. Are you ready to order? Сіз заказ беруге дайынсыз ба, тапсырыс беруге дайынсыз ба? Yes, I will take a sandwich and a coffee. Мен аламын дейді, сэндвич пен кофе аламын дейді. 6. Уәде. I will always be with you. Мен үнемі сенімен бірге боламын деп уәде беріп жатыр, Осыған willді қолданады екенбіз. Сосын угроза, қинау, қауіп-қатер туғызу, don't move or I kill you. Қозғалма, немесе мен сені өлтіремін дейді. Өтініш, 8-ші. Will you help me? Сен маған көмектесесің бе? Will you help me? Өтініш жасап тұр. Ал willдің қолдану ережелерін қайталап өтсек. Бірінші, болашақтағы әрекет, факт. Болашақта қайталанатын әрекеттер. Бір әрекеттен соң екінші әрекеттер жасалынса, әрине ол болашақта. Болашақта өзінің бір нәрсе күту нәтижесі, үміті, ойы болады. Сонымен қатар дайындықсыз, спонтанно айтылған шешім, сонымен қатар уәде және угроза, қинау, сосын өтініш. Осылар will мен қолданады. Ал енді going to жалпы жоспар, істеймін деген ниет, сосын ауа райына қолданылады екен. Бірінші, жоспарланған әрекет. What are you going to do on your holiday? Сен не істемекшін өзіңнің демалысыңда? I am going to visit my parents and spend some time in the countryside. Мен ата-анама барамын және қаланың сыртында біраз уақыт өткіземін дейді. Жоспарланған, нақты жоспар бар. Шешім. Jim and Mary are going to get married. Jim мен Mary үйленейін деп жатыр, үйленеді. Шешілген шешім бұл. Ауа райы, it's going to rain. Қазір жаңбыр жауайын деп тұр. Бұйрық, you are not going to wear this dress. Сен бұл киімді кимейсің деп тұр. Бұйрық беріп тұр. Бас тарту, I'm not going to do your work. Мен сенің жұмысыңды жасамаймын дейді. Осы 5 екен. Going to-ға, яғни жоспарлайды міндетті түрде. Шешімін қабылдайды нақты. Ауа райын айтады, бұйрық береді, бас тартады. Яғни will-дан айырмашылығы, will-да дайындықсыз, спонтанно айтылса, болашақтағы іс-әрекеттер, күту нәтижелері, бір әрекеттен кейін бір әрекет айтылынса, уәде, қауіп-қатер болса, өтініш болса, ал going to-да жоспарланған шешім, ауа райы, бұйрық, бас тарту жүреді екен, Көбіне бұларда жоспарланған әрекеттер болады екен going to-да. Ал will-да көбіне спонтанны. Сонымен қатар жаңағы айтып өткен ережелер болады екен. Will бір нәрсе күту, бір нәрсе іздену, бір нәрсе үміт ету, етістіктермен қолданылады екен. Think, believe, doubt, accept, hope, probably, мүмкін деген сияқты істеу етістіктермен қолданылады екен.